36-шы есеп. Өрнектің мәнін табыңыз. Мұнда бізде модульдің ішінде амал бар. Оның сыртында көбейту және азайту амалдары тұр. Яғни біз амалдардың реттілігін орындайық. Қосу амалы бірінші амал болады. Одан кейінгі көбейту екінші амал. Одан кейінгі азайту үшінші амал болады. Бірінші амалды орындайық. Бізде модульдің қасиеті оның ішінде, яғни оның ішіндегі өрнектен қандай мән шықса да, ол модульден шыққан кезде оң таңбамен шығады. Енді орындайық. -13,4-тен 1 қосылған 5,2-ден 1. Біз көріп тұрмыз мұнда екі сан, екеуінің таңбалары әртүрлі. Демек, үлкенінен кішісін азайтып, үлкенінің таңбасын қоямыз. Енді қарайық. 4 пен 2. Ортақ бөлімі 4 болады. Бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 1, екінші бөлшектікі 2 болады. Жазайық. -13,4-тен 1 қосамыз 5,4-тен 2. Бізде бірінші бөлшектің алымы, яғни үлкен санымыз осы, 13,4-тен 1. Біз одан 5,4-тен 2-ні азайтуымыз керек. Бірақ бізде алымы жетпей тұр. 1-ден 2-ні азайта алмаймыз. Сол себепті 1 бүтінін береміз. -12-ден 12,4-тен 5. Қосамыз 5,4-тен 2-ні. Енді қараймыз. Үлкенінен кішісін азайтамыз. 12-ден 5,4-ді азайтсақ 7 бүтін болады. Ортақ бөлімі қалады. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 болады. Және үлкенінің таңбасы бізде минус. Міне минус. Сол минусты мына жерге қоямыз. Сонда модуліміздің ішінде -7,4-тен 3 шықты. Бірақ ол модульден шыққан кезде +7,4-тен 3 болып шығады. Енді екінші амалды орындайық. Бізге осы 7,4-тен 3-ті көбейту керек 1,31-ден 1-ге. Біз көбейткенде аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Бірінші бөлшек 4-тен 4-ті 7-ге көбейтеміз 28, оған 3-ті қосамыз 31. Көбейтеміз 31-ден 31-ді 1-ге көбейтеміз 31, оған 1-ді қосамыз 32. Енді қысқаратындарын қысқартайық. 31 мен 31 қысқарады, 32 мен 4-те қысқарады, мұнда 1, мұнда 8 қалады. Сонда 8 шығады. Үшінші амалда 8-ден 2-ні азайтамыз, 6 шығады. Демек, бізге берілген өрнектің мәні 6-ға тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.